Ертеде шал мен кемпір өмір сүріпті. Бір күні шал кемпіріне бауырсақ пісіріп берші депті. Үйде ұн да жоқ қой, қалай пісірем? Депті кемпір шалына. Шал кемпіріне: қойманы сыпырып, қуыс-қуысты тырналап көр, бірдеңе бар шығар, депті. Кемпір қойманы сыпырып, қуыс-қуысты тырналап бір уыс ұн жинап алады. Қамырды қаймаққа илеп, домалақтап бауырсақ жасады. Оны майға пісіріп, салқындатып қойды. Бауырсақ жатқаннан шаршап кетті. Домалай жөнелді. Алдымен төсекке құлады. Төсектен еденге қарай домалады. Одан соң есікке жетті. Есіктен дәлізге ары қарай баспалдақтармен аулаға домалай жөнелді. Ауланың қоршауынан шығып, домалай берді. Бауырсақ жол бойымен домалап келеді. Оның алдынан қоян шықты. Ей бауырсақ, мен сені жеймін. Қоян, сен мені жеме, мен саған ән айтып берейін. Қоян құлағын түріп тұр, ал бауырсақ әндетіп кетті. Мен бауырсақпын, қоймадан сыпырылған, қуыс-қуыстан тырналанған, қаймақпен иленген, қазанда пісірілген, терезе алдында салқындатылған. Мен атадан қаштым, мен ападан қаштым. Қоян, мен сенен де қашып кетем. Бауырсақ әрі қарай домалап кетті. Қоян оны көріп те үлгермеді. Бауырсақ тоғай ішіндегі жолмен домалап келеді. Алдынан сұр қасқыр шығады. Ей бауырсақ, мен сені жеймін. Сұр қасқыр, сен мені жеме, мен саған ән айтып берейін. Бауырсақ әнді шырқай бастады. Мен бауырсақпын, қоймадан сыпырылған, қуыс-қуыстан тырналған, қаймақпен иленген, қазанда пісірілген, терезе алдында салқындатылған. Мен атадан қаштым, мен ападан қаштым, қояннан да қаштым, сен қасқырдан да қашып кетем. Бауырсақ әрі қарай домалап кетеді. Қасқыр оны көріп үлгермеді. Бауырсақ тоғай ішімен домалап келеді. Бір кезде оның алдынан бұтақтарды сындырып, бұталарды жерге дейін иіп, аю шығады. Бауырсақ, мен сені жеймін. Қисық аю, сен мені жеме, одан да менің әнімді тыңда. Бауырсақ ән айтты. Аю әнге мәз болды. Мен бауырсақпын, қоймадан сыпырылған, қуыс-қуыстан тырналанған, қаймақпен иленген, қазанда пісірілген, терезе алдында салқындатылған. Мен атадан қаштым, мен ападан қаштым, қояннан да қаштым, қасқырдан да қаштым. Аю, мен сенен де қашып кетем. Бауырсақ әрі қарай домалап кетті. Бауырсақ домалап келе жатқанда алдынан түлкі шығады. Бауырсақ, амансың ба? Сен әдемі және екі бетің қызарған екен. Бауырсақ мақтағанға мәз болды. Өз әнін бастай кетті. Түлкі тыңдап тұрып, ақырындап жақындап келеді. Мен бауырсақпын, қоймадан сыпырылған, қуыс-қуыстан тырналанған, қаймақпен иленген, қазанда пісірілген, терезе алдында салқындатылған. Мен атадан қаштым, мен ападан қаштым, қояннан да қаштым, қасқырдан да қаштым, аюдан да қаштым. Түлкі, сенен де қашып кетемін. Әнің жақсы екен, деді түлкі. Бірақ та бір қиындық болып тұр. Мен қартайып барамын. Құлағым нашар естиді. Менің тұмсығыма отырып, әніңді тағы бір рет айтшы. Әнің жақсы дегенге бауырсақ мәз болды.
түлкінің тұмсығына шығып әнін бастады. Мен бауырсақпын, бауырсақпын. Ал түлкі оны «Хып!» деп жылдамдатып жеп қойды. Ертегі ұнаса менің парақшама тіркеліп кетіңіздер. Лайк басып, комментарий жазып отырыңыздар.